Шотыңа. Осындай Pearl Lounge деген Абу Даби аэропортындағы негізі бұл бизнес класс билеті бар адамдарға арналған. Бірақ бізде кішігірім лайфхак бар. Сол лайфхакты қолдану арқылы осындай бизнес класстағы лаунж барға кіріп тамақ ішіп жатырмыз. Ал бұл лайфхак ол жай ғана қарапайым. Қазақстанда жүрген кезде сіз кез келген банктың премиум класстағы картасын ашу керексіз. Мен жағдайымда мен Халық банктың Signature деген картасын аштым. Бұның шарты өте қарапайым. Бұның шарты бойынша мен айына 150 мың теңгеге оборот жасау керекпін. Яғни кез келген дүкеннен, мысалы жанармайда, бензин құйған кезде осы картамен төлеймін. 150 мың теңгеге оборот жасаймын. Және де тағы да бір шарты, ол сарға дейін, мысалы сіздің саяхатыңызға дейін 30 күн бұрын сол 150 мың теңгеге оборот жасау керексіз. Кез келген дүкеннен, кез келген онлайн сатып алу болса болды. Ал мынау халықтың біріншісі еще тегін екен. Ол да өте керемет нәрсе. Немесе екінші әдістің бірі ол электронды Simple бағдарламасын жазып аласыз, тіркелесіз. Содан кейін LaunchKey деген бағдарламаға тіркесеңіз, сол арқылы кіре бересіздер. Бірақ бұның бір минусы бар екен, мен оны білмедім арасында. Бұл Launch паспортный контрольдан кейін орналасқан. Яғни сіз тек қана посадочный талон алғаннан кейін ғана осы лаунж барға бара аласыз. Ол, яғни мысалы бүгін біздің ұшағымыз сағат таңғы 8-де. Біз аэропортқа сағат 12-де келіп алып, мен ойладым осы лаунжға кіріп отыра беремін деп. Сөйтсем, бұл лаунж тек паспорт контроль өткеннен, яғни посадочный талонды алғаннан кейін, яғни 3 сағатқа дейін ғана кіре алады екенсіңдер. Бұл принципе соның өзінде өте жақсы. Қараңызшы, қанша тамақ біздің міне таңғы асымыз өте тойымды, барлығын бітіремайды. Қазір бірге даже тамақты салып кетеміз. Ол өте керемет нәрсе. Яғни бизнес класстың жолаушыларына мүмкіндігі доступный нәрсе. Бизнес классы бар жолаушыларға кіруге болатын нәрсені біз қарапайым адамдар осындай лайфхак арқылы ғана кіре аламыз. Қорыта келе, әлемнің көптеген әуежайларында осы мүмкіндікті қолдансаңыз болады. Әдетте әуежайларда күту залдарында осындай адам көп болады, және де отыру орындықтары да өте ыңғайсыз. Сол үшін осындай мүмкіндікті пайдаланып, осындай лаунжға барсаңыз болады. Осындай жерлерде күтуге арналған барлық жағдайлар жасалған.